Байлығың, денсаулығың атты арнама қош келдіңіз. Күніңізге сәттілік тілей отырып, жаңа әрі пайдалы мәліметпен бөлісемін. Сіздің денсаулығыңыз бәрінен қымбат. Сондықтан да өз-өзіңізді қолға алып, пайдалы өнімдерді тұтынуға кеңес беремін. Бүгін біз тамыз айында нағыз пісетін жидек туралы әңгімелесеміз. Ол жидек әрине қарбыз. Қарбыз сырты жасыл, іші қызыл, сары болып келетін асқабақ тұқымды бақша дақылы. Еліміздің оңтүстік өңірлерінде дарбыз деп те атайды. Қарбыздың негізгі отаны оңтүстік Африкадағы Калахария шөлі деп саналады. Дегенмен осыдан 4000 жыл бұрын ежелгі Египетте алғаш рет өсіріле бастаған. Өз отанымызда да қарбыз өсіру қолға алынып, бірнеше өңірлерде өсіріледі. Атап айтсақ, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан. Яғни Қызылорда, Жамбыл облысы, Ақтөбе, Алматы облыстарында көбірек өсіріледі. Қарбыздың пайдалы екенін, емдік қасиеті бар екенін алғаш рет арабтар анықтаған. Арабтардың пайымдауынша, тамақ ішер алдында қандай мөлшерде болсын қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарып, өзін жеңіл сезінеді деп тұжырымдаған. Қазіргі кезде де медицина саласында қарбыздың пайдасы неше рет дәлелденіп, оны жеген адам ауруынан айығып, жаз, күз айларында міндетті түрде әр үйде тұратын жидекке айналды. Оның пайдасы жөнінде тексерілген әрі шынайы ақпаратпен бөлісер болсам, қарбыз ең алдымен көзге пайдалы. Оның құрамында адамның көру қабілетін жақсартатын А және С дәрумені бар. Көзіңіз өткір әрі сау болып, ешқандай ауруға ұшырағанын қаламасаңыз, күнделікті 100 грамм қарбыз жеңіз. Қазіргі кезде көз ауруы, алыстан көре алмау қабілетін көп адамнан байқаймыз. Қоршаған ортаға шығып қалсақ, көзілдіріксіз адамды кездестірмеу мүмкін емес. Тіпті жастар, кішкентай балаларға дейін көз үлкен мәселе болып бара жатыр. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін бар болғаны қарбыз өнімін тұтыныңыз. Сонымен қатар қарбыз адамның ішкі ағзасын да емдеуде белсенді қызмет атқарады. Әсіресе бүйректің қабынуы кезінде қарбызды көбірек пайдаланған жөн. Егер де сізді жүрек қан тамыр аурулары, буынның ұстамалы және қабынуы, гастрит, қаназдық, бауыр, асқазан, ішек аурулары мазалап, ағзаңызда тас пен құм жиналған болса, қарбызды жаз күз айларында дұрыс таңдап көбірек пайдаланыңыз. Сонымен қатар артық салмақтан арыла алмай, өзіңізді жайсыз сезініп жүрсеңіз, қарбызды күнделікті тұтынған жөн. Себебі қарбыздың құрамында магний, кальций, фруктоза, азотты заттар, жасұнық, темірдің минералды тұздары, В1, В2, А және С дәрумендері бар. Ал бұл заттар кез келген ауруға қарсы тұрады. Қарбыздың тек еті ғана емес, шырыны да өте пайдалы. Ол үшін қарбыздан шығатын суын сүзіп алып, тұнба дайындап, таңертең, түсте, кешке ішкен жөн. Ішегіңізді толықтай тазалап, жайлылық сезімін сыйлайды. Сонымен қатар біз қоқысқа тастай салатын қара шопағының да өз пайдасы жетерлік. Ол үшін шопағын бөлек жинап алып, таза суға салып қайнату керек. Қайнаған соң арнайы суытып алып, күніне 2 мезгіл ішкен абзал. Асқазан, бауыр, бүйрек, жүрек сынды ең маңызды жерлеріңізді тазартады. Ең қызығы, денеңізді күйік шалған болса, қарбыз тағы да көмекке келеді. Бұл Қытайдың емдеу жолы бойынша ең алдымен күйген жеріңізді суық сумен жуып, қарбыздың суына мақта батырып, бірнеше мәрте сүртіп отыру керек. Сонда ашығаны бірден қояды. Дәрігерлердің айтуынша, тамыз айының ортасында қарбызды жеу, оның шырынын ішу арқылы денсаулығымызды жақсартып, нығайтып алуымызға болады. Қарбыздың әйел адамдар үшін пайдасы ұшан теңіз. Соның бірі сұлулыққа байланысты. Бетіңіз таза, әрі жылтыр. Дақтардың пайда болмауының алдын алу үшін қарбыздың етін, яғни жейтін қызыл бөлігін ыдысқа салып, оны езіп,
банан, бал немесе жұмыртқаның сарысын қосып, бетіңізге 15-20 минут бойы жағып қойып, жылы сумен жуып тастайсыз. Бетіңіз ағарып, тазарып, жылтырап, әдемілене түсесіз. Ең бастысы табиғи маска. Міне, қарбыздың қаншама пайдасы бар екеніне көз жеткіздік. Мүмкіндігінше көбірек пайдаланып, отбасыңызға көңіл бөліп, денсаулығыңызды бағалап, пайдалы өнімдерді тұтыныңыз. Себебі денсаулық тек өзіңізге ғана қажет. Деніміздің сау әрі мықты болуы сапалы да мәнді өміріміздің басты кепілі. Сондықтан да денсаулығымызға қарап, спортпен шұғылданып, пайдалы өнімдерді тұтынып, зиянды нәрселерге жоламай, өз денсаулығымызды өзіміз бағалайық. Барлық нәрсені жасау, оны іске асыру әр адамның өзінің қолында. Менің каналым сіздер үшін пайдалы болады деген ойдамын. Жаңадан ашылған каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мен сіздер үшін барынша пайдалы болуға тырысамын. Күндеріңізге сәттілік. Келесі жаңа видеода кездескенше.